Ибн Әбу Әуфа былай дейді. Расулалла, саллаллаху ғалейхи уә сәлем, былай деген болатын, құрбан айт үлкен қажылық мерзімі басталатын күн. Ол күні құрбан шалынып, қан ағызылады. Шаштар алынып кір қоқыс тазарады һәм уақытша харам болған нәрселер адалға айналады. Түсіндірме. Үлкен қажылық жайлы әр түрлі көзқарастар бар. Үлкен қажылықты арабтар акбар қажылық деп атайды. Кейбір түсіндірмелерде арабтар умра қажылығына асғар қажылық, яғни кіші қажылық деп айтқандықтан парыз болған қажылықты акбар қажылық деп атап кеткендігі айтылады. Сондай-ақ Арафа күні жұма күніне дөп келсе, ол қажылықты акбар қажылық деп атаған. Акбар қажылықтың қай күні екендігі жайлы әр түрлі көзқарастар айтылған. Кейбіреулер бұл күн Арафа күні десе, енді біреулер құрбан айт күні деген. Имам Мәлик, Шафиғи және ғалымдардың көпшілігі осы пікірде болған. Жәбир былай дейді. Расулалла, саллаллаху ғалейхи уә саллам, Жиғран умрасынан қайтып келісімен Әзірет Әбу Бәкірді қажылықтың басы қасында болу үшін тағайындады. Онымен бірге біз де бардық. Әл-Арж өңірінде ассалату хайрун минән нәум деп таң намазына шақырды. Шамалы уақыттан кейін тәкбір алу үшін орнымыздан тұрып жатқан кезде, арт жақтан бір түйенің дауысы естілді. Ол дауысты естіген Әзірет Әбу Бәкір тәкбір алуды тоқтатып, бұл дауыс Расулалланың түйесі Жадғаның дауысы. Қажылық жайында Расулалла, саллаллаху ғалейхи уә сәлем, жаңа бір шешім қабылдады. Мүмкін, бұл келе жатқан Расулалланың өзі болар. Күте тұрайық, мүмкін, намазды бірге оқимыз деді. Бірақ түйемен келе жатқан Әли еді. Әзірет Әбу Бәкір оған, қажылықты басқару үшін келдің бе? Жоқ, әлде елші ретінде келдің бе? Деп сұрады. Әзірет Әли, елші ретінде келдім. Расулалла, саллаллаху ғалейхи уә сәлем, мені Бәраат сүресін жеткізу үшін жіберді. Оны қажылыққа жиналған халыққа оқып берем деді. Сонымен біз Меккеге келдік. Тәруия күнінен Зилхижжаның 8-ші күні, бір күн бұрын Әзірет Әбу Бәкір халыққа уағыз насихат айтты. Минадан Меккеге қалай жүретіндерін, жамаратқа тас ату қалай жүзеге асатынын барлығын жеке-жеке көрсетіп, халыққа қажылықтың тәртібі мен әдебін үйретті. Әзірет Әбу Бәкірдің сөзі аяқталған кезде, Әзірет Али сөз алып халыққа Бәраат сүресін соңына дейін оқып берді. Одан кейін құрбан айт күні басталды да Арафаттан кетті. Әзірет Әбу Бәкір қайта келіп, халыққа уағыз насихат айтты. Оларға Арафаттан шығудың әдебі, құрбан шалудың тәртіптері мен әдептері жайында айтты. Әбу Бәкірдің сөзі аяқталған соң тағы да Әзірет Али халыққа Бәраат сүресін соңына дейін оқыды. Нәфрул әуәл күні, Минадан Меккеге қозғалатын күні, Әзірет Әбу Бәкір халыққа тағы да уағыз насихат айтты. Минадан қалай кету керек екенін, жамаратқа қалай тас ату керектігі жайлы айтып, қажылықтың тәртібі мен әдептерін таныстырды. Жәбир былай дейді. Расулалла, саллаллаху ғалейхи уә саллам, Жиғран умрасынан қайтып келісімен Әзірет Әбу Бәкірді қажылықтың басы қасында болу үшін тағайындады. Онымен бірге біз де бардық. Әл-Арж өңірінде ассалату хайрун минән нәум деп таң намазына шақырды. Шамалы уақыттан кейін тәкбір алу үшін орнымыздан тұрып жатқан кезде, арт жақтан бір түйенің дауысы естілді. Ол дауысты естіген Әзірет Әбу Бәкір тәкбір алуды тоқтатып, бұл дауыс Расулалланың түйесі Жадғаның дауысы. Қажылық жайында Расулалла, саллаллаху ғалейхи уә сәлем, жаңа бір шешім қабылдады. Мүмкін, бұл келе жатқан Расулалланың өзі болар. Күте тұрайық, мүмкін, намазды бірге оқимыз деді. Бірақ түйемен келе жатқан Әли еді. Әзірет Әбу Бәкір оған, қажылықты басқару үшін келдің бе? Жоқ, әлде елші ретінде келдің бе? Деп сұрады. Әзірет Али, елші ретінде келдім. Расулалла, саллаллаху ғалейхи уә сәлем, мені Бәраат сүресін жеткізу үшін жіберді. Оны қажылыққа жиналған халыққа оқып берем деді. Сонымен біз Меккеге келдік. Тәруия күнінен Зилхижжаның 8-ші күні, бір күн бұрын Әзірет Әбу Бәкір халыққа уағыз насихат айтты. Минадан Меккеге қалай жүретіндерін, жамаратқа тас ату қалай жүзеге асатынын барлығын жеке-жеке көрсетіп, халыққа қажылықтың тәртібі мен әдебін үйретті. Әзірет Әбу Бәкірдің сөзі аяқталған кезде, Әзірет Али сөз алып халыққа Бәраат сүресін соңына дейін оқып берді. Одан кейін құрбан айт күні басталды да Арафаттан кетті. Әзірет Әбу Бәкір қайта келіп, халыққа уағыз насихат айтты. Оларға Арафаттан шығудың әдебі, құрбан шалудың тәртіптері мен әдептері жайында айтты.
Әбу Бәкірдің сөзі аяқталған соң тағы да Әзірет Али халыққа Бәраат сүресін соңына дейін оқыды. Нәфрул әуәл күні, Минадан Меккеге қозғалатын күні, Әзірет Әбу Бәкір халыққа тағы да уағыз насихат айтты. Минадан қалай кету керек екенін, жамаратқа қалай тасату керектігі жайлы айтып, қажылықтың тәртібі мен әдептерін таныстырды. Әбу Бәкір сөзін аяқтаған соң, таңсәріде Әзірет Али халыққа Бәраат сүресін соңына дейін тағы да бір рет оқыды. Табиғин Зәйд ибн Уәхб былай дейді: біз Хузайфаның жанында болғанымызда бізге былай деді: бұл аят меңзеген адамнан өмірде тек қана 3 адам қалды. Егер олар ант су ішіп, келісім жасағаннан кейін келісімді бұзса, һәм онымен қоймай, діндеріне тіл тигізсе, онда ондай күпірліктің көсемдеріне қарсы соғыс ашыңдар. Өйткені олардың антының пәтуасы жоқ, яғни оларда антқа берік болу деген түсінік жоқтың қасы. Бәлкім, сонда олар ең болмаса сендерге және діндеріне қастандық жасаудан тыйыла. Мұнафықтардан тек қана 4 адам қалды. Сол кезде бір бәдәуи: сендер Мұхаммедтің достарсыңдар, бізге біршама ескертулер айтып жатсыңдар, бірақ біз түсінбедік, бұл мәселенің ақиқаты қандай? Жаңағы сөздеріңде тек 4 мұнафық қалғанын айттыңдар. Ал үйімізге ұрлыққа кіріп, іске жарайтын заттарымызды ұрлағандарға қалай қараймыз дейді. Сонда Хузайфа: олар пасықтар. Қайталап айтайын, мұнафықтардан тек 4 адам қалды. Олардың бірі қартайған қарт адам, тіпті ол суық су ішсе, ол судың суықтығын сезетіндей жағдайда емес. Түсіндірме. Расулалланың құпиясын білетін Әзірет Хузайфаның бұл айтқандары 2 мәселеге назарымызды аударады. Бір, белгілі терминдер, атаулар, басқа мағыналармен шатастырылмау керек. Кейбір белгілері себепті мүминге мұнафық деп айтылмайды. Терминдік мағынасы бойынша мұнафық жүректен шынайы иман етпеген, бірақ мүмин ретінде көрінетін, мүмин ретінде танылатын адам. Бұл мұнафықтық жүрекке, ішкі ниетке байланысты болғандықтан, кімнің мұнафық екені дөп басып білінбейді. Алла елшісі олардың кімдер екенін сырлардың иесі атанған Әзірет Хузайфаға ғана айтқан, бірақ ол ешкімге айтпаған. 2. Әзірет Хузайфаның тұсында тек қана 4 мұнафық қалғандығы. Анығында мұнафықтар Алла елшісі Мәдинаға хижрет еткен кезде көп болатын. Тіпті мыңдаған адам еді. Ухуд соғысы кезінде мұнафықтардың жетекшісі Абдулла ибн Убай ибн Сәлулмен бірге жол ортасында бөлініп қайтып кеткен мұнафықтардың саны 300-ден асатын. Бұл жерде ол мәселе жайлы түсіндірме берер болсақ, жайы былай болмақ: Алла елшісі өздерін мұсылманмын деген әлгі кәпірлерге қарсы өзінше саясат ұстанған. Сөйтіп, олардың өзара күш біріктіріп, қарсы әрекет жасауларына жол бермеді. Жоғарыдағы риуаятта баяндалғандай, Алла елшісі ұстанған сол саясаттың нәтижесінде сахабалардың тұсында тек 4 мұнафық қалып, басқалары ниеттерін өзгертіп, шынайы мұсылмандардың қатарына өткен. Алла елшісінің мұнафықтарға қарсы қандай саясат ұстанғандығы жайында мұсылмандар жақсы білуі қажет. Сондықтан бұл жерде Расулалланың мұнафықтарға қарсы ұстанған саясатының басты қағидаларына тоқталамыз. Еркіндік: олар мұсылмандармен тең көрілді, мұсылманға тән барлық құқықтарды пайдаланды. Кешірім: жиі жасаған қателіктері мен кемшіліктері үшін сұраған кешірімдері қабыл етілді, оларға үнемі кешіріммен қаралды. Сақтық шаралар: оларға еркіндік беріліп, кешірім жасалумен қатар, қалт еткізбей қадағалап отырды, осылайша сақтық шаралары жүргізілді. Психологиялық қысым: жасаған қателіктері мен қылмыстары беттеріне басылып, кешірім сұрауға шақырылды. Бірақ жазаға тартылмады. Сөйтіп, олар іштей мазасыз күйге түсті. Мұнафықтардың бір жерге жиналып оңаша бас қосуларына мүмкіндік берілмеді. Сөйтіп, оларда ұйымдасу, топ құру мәселесі жүзеге аспады. Нұғман ибн Бәшир былай дейді: мен Расулалланың мінберінің жанында тұрғанымда бір кісі: мен мұсылман болғаннан кейін қажыларға су таратудан басқа ештеңеге көңіл бөлмеймін деді. Басқа бірі: мен мұсылман болғаннан кейін харам мешітін жөндеп, күтімін жасаудан басқа іс жасауға көңіл бөлгім келмейді деді. Сонда тағы біреу: Алла жолында жихад жасау айтып тұрған нәрселерінен әлдеқайда абзалырақ деді. Сол кезде Әзірет Омар олардың сөздерін тоқтатып, Расулалланың мінберінің жанында дауыстарыңды көтермеңдер, бүгін жұма күні. Бірақ мен жұма намазын оқығаннан кейін Расулалламен жолығып, сендердің тартысқан мәселелерің жайлы сұраймын деді. Осыдан кейін Алла тағала: сонда сендер тек қажылыққа келгендерді сумен қамтамасыз ету әрі харам мешітін күтіп көркейту ісін Аллаға және ақирет күніне кәміл сенетін һәм Алла жолында жан тәнімен күресетін жандардың ісімен тең көресіңдер ме?
Бұл екеуі Алланың алдында тең емес. Алла озбыр қауымды тура жолға салмайды, мақсат мұратына да жеткізбейді. Иман келтіріп, Алла үшін қоныс аударған һәм Алла жолында дүние мүлкінде, шыбын жанында аямай күресетіндер Алланың алдында ең жоғары мәртебеге ие. Нағыз жетістікке жеткендер солар деген аятты түсірді. Түсіндірме. Риуаятта сахабалар арасында ең қайырлы амалдың қайсысы екендігіне байланысты пікір қайшылықтарының орын алғандығы білдірілген. Олардың айтуынша ең абзал амалдар қажыларға су тарату, Қағбаның күтіміне қарау, Алла жолында жихад жасау. Олардың осындай әртүрлі көзқарастарына байланысты түскен аят Алла жолында жихад жасаудың қажыларға су тарату мен Қағбаның күтімін жасаудан қайырлы екенін білдірген. Сонымен қатар аятта иман үшін хижрет жасаудың да аталмыш екі амалдан үстемдігі білдірілген. Хадисте Әзірет Омардың бүгін жұма күні деген ескертуі айт секілді жамағат жиналған ортада мешіттегі жамағаттың мазасын алатындай талас-тартыс туындатудың мәкрух екенін білдіреді. Ади ибн Хатим былай дейді: мойнымда алтыннан жасалған крестпен Расулаллаға келдім. Ол кісі маған: әй Ади, мойныңдағы мына пұтты алып таста, деді. Мен ол кісінің мына аятты оқығанын сездім. Яһудилер өз хахамдарын, машайықтарын, ал христиандар өз дінбасыларын Алланы тәңір тұтты, яғни Алланың үкімін былай қалдырып, солардың адал дегенін адал, арам дегенін арам былай қалдырып деп қабылдады. Сондай-ақ христиандар Мәриям ұлы Иса Мәсіхті де тәңір тұтты. Асылында оларға бір құдайға ғана құлшылық етіңдер деп бұйырылған еді. Одан, яғни Алладан, басқа құдай жоқ. Алла мінсіз, олардың өзіне серік етіп қосқандарынан аулақ һәм ұлы. Расулалла саллаллаху ғалейхи уә сәлләм бұл аятты түсіндіріп былай деді: шындығында олар діндарларына табынған жоқ, алайда олар Алланың үкімін былай қалдырып, діндарларының адал дегенін адал, арам дегенін арам деп қабылдады. Түсіндірме. Жоғарыдағы хадис кітап иелерінің маңызды мәселелерін баяндайтын аятты тәпсірлеген деуге болады. Ол мәселе дін адамдарын Құдайдың орнына қою. Расулалла саллаллаху ғалейхи уә сәләм бұл жерде Құдайдың орнына қою мәселесі оларға табыну емес екенін, яғни пұтқа табынушы мүшриктер сияқты Аллаға тән сипаттарды оларға таңып, солар үшін құлшылық жасау еместігін айтқан. Сондай-ақ Алла елшісі бұл әрекеттерінің ширк екенін айтқан. Өйткені Алланың атынан үкім берген, яғни Алланың харам дегенін адал, адал дегенін харам деп елге ұсынған. Бұл Алланың үкімін өзгерту. Міне, осындай күпірлік кітап иелерінің дінбасыларында бар. Кітаптары уақыт өте келе бұрмаланып кеткен. Кітаптарындағы үкімдер, өмірдегі өзгерістер мен жаңа ашылып жатқан жаңалықтарға жауап беруге шарасыз қалған. Сондықтан мұндай қажеттіліктерге жауап табу үшін шіркеуге өкілеттілік берілген. Бірақ шіркеу бұл өкілеттілікті теріс жолдарда қолданып кетті. Харамдарды халал етіп, халалдар харамға айналдырылды. Бұлардың ең жарқын мысалын өсім, арақ шарап және доңыз етіне байланысты үкімдерінен байқауға болады. Ақиқатында бұлар Тауратта харам делінген. Бірақ яһудилер бұларды яһуди еместерге халал деп пәтуа шығарған. Христиандар өздеріне де, басқаларға да халал деп санаған. Киелі кітаптың бір аятында Тәңірі Харунмен сөйлесті және оған: сен және сенімен қатар ұлдарың шарап, мас болдырушы ішімдік ішпейсіңдер делінген. Тауратта арақтың яһуди еместерге қару ретінде қолданылуы керектігі былай әмір етілген: арақты халал болғысы келгендерге және шарапты аштарға беріңдер. Оны ішіп, пақырлықтарын ұмытсын, олар ашуланған кезде арақ тартуларын мен орындаймын. Олар көңілдері көтеріліп, қуансын және мәңгілік ұйқыда жатсын, оянбасын деп оларды мас қыламын. Оларды қозылар, серкелер, қошқарлар сияқты бауыздауға келтіремін. Басшыларын, хакім адамдарын, аймақ әкімдерін, аудан әкімдерін және мықтыларын мас болдырамын. Сөйтіп мәңгілік ұйқыда болады және оянбайды. Хадисте Расулалла саллаллаху ғалейхи уә сәлләм өте маңызды ескерту жасаған. Халық дін адамдарын жіті бақылап отыру керек. Егер олар қандайда бір қателікке бой алдырып, діннің рухына жараспайтын пәтуалар берсе, оны бірден қабыл етпеу керек. Ақиқатында, ислам діннің харамдары мен халалдары белгілі. Құран, сахих сүннет және үмбеттің ижмағымен белгіленіп қойған. Өзін мұсылман санайтын адам жоқ дегенде бұларды ажырата білуі керек. Олай болса, адалы мен арамы анық болған нәрселерден басқалар жайында әртүрлі пәтуалар келгенде бірден қабылдай салуға болмайды.
Дәрежесі жоғары, мансабы биік деп берген теріс пәтуасын қабыл ету, үлкен қате һәм ширк болма. Яғни, дін басыларын пұтқа айналдыруға жатады. Тағы бір мысал, аят, хадис және ғұламалар ижмағымен харамдығы анық бекітілген арақ, доңыз еті және ашық-шашық жүру сынды мәселелер қазіргі таңдағы мұсылмандардың басына үлкен сынақтар келіп жатқандығы рас. Күндердің күні орамал тағу исламда жоқ деген пәтуа шығарылса, дәрежесі биік дін адамы айтып тұр. Ендеше, дұрыс деген кісі аят пен хадисте баян етілген ширкке түсті деген сөз. Адал мен арамның арасын араластырып жіберетін мұндай есік ашылатын болса, бұл тоқтамай бірінің артынан бірі жалғаса беретіні анық. Бара-бара исламда христиандық пен ихудиліктің кебін киюі бек мүмкін. Діннің бұзылуы осыдан шықса керек. Ислам дінінде баяндалған харам мен халалдың шектері мұндай бұзылудың алдын алуға жеткілікті. Осыларға шынайы иман еткен кісіні еш нәрсемен алдай алмайды. Құранда мұхкам аяттармен әуретті жабу, намаз оқу, ораза ұстау, зекет беру. Иман бауырластығын бұзбау сынды атқарылуы парыз болған нәрселермен қатар, доңыз еті, арақ, өсім, құмар, бұт секілді харам заттар жайында айтылғандықтан, ешбір мүмин осы мәселелерде пәтуа беретін дін басын іздемеуі керек. Аятта анық айтылмаған мәселелер жайында пәтуа сұрауына ислам рұқсат етеді. Табиғин Зәйд ибн Уәх былай дейді: Рабазаға барғанымда Әбу Зарды көрдім. Оған, сен бұл жерге не үшін келдің? Деп сұрадым. Ол былай деді: Шамда болған едім, бір аят жайлы Муғауия екеуміз пікір таласқа келіп қалдық. Ол аят мынау: уа, иман келтіргендер! Шүбәсіз, яһудилердің машайықтары мен христиан дін басыларының көпшілігі иләһи кітаптағы үкімдерді бұрмалап, пара алу және дінді табыс көзіне айналдыру арқылы ел жұрттың дүние мүлкін сөзсіз арам жолмен жеуде һәм оларды Алланың ақ жолынан қақпайлауда. Ендеше ашкөздікке салынып, алтын мен күмісті үсті-үстіне жиып, оны Алла жолында жұмсамайтындарды жан төзгісіз азаппен сүйіншіле. Қиямет күні дүниеде ашкөздікке салынып, үсті-үстіне жиылған алтын мен күміс тозақ отына қыздырылып, онымен иелерінің маңдайлары, бүйірлері және арқалары күйдіріледі һәм оларға: міне, мыналар қара бастарың үшін жиғандарың, ал енді сол ашкөздікпен жиған дүниелеріңнің ашы, дәмін татыңдар делінеді. Муғауия бұл аят кітап иелеріне қатысты түсті деді. Мен жоқ, ол бізге де, оларға да байланысты түсті дедім. Міне осы мәселеге байланысты арамызда талас туындады. Халифа Әзірет Османға хат жазып, менің үстімнен шағым түсірді. Әзірет Осман маған хат жолдап, Мәдинаға келуімді әмір етті. Сол себепті Мәдинаға келдім. Халық мені бұрын еш көрмеген адамдай айналамды қоршап, жиналып қалды. Мәселе Османға түсіндірілді. Ол маған: қаласаң, осы жерге жақын жерге бар деді. Міне, мені бұл жерге алып келген басты себеп осы. Менің басыма Хабашстандық қара құлды әмірші тағайындаса, еш күмәнсіз оны тыңдаймын, оған бағынамын. Түсіндірме. Әбу Зар Ғифари сахабалардың ішінде ерекше орны бар жандардың бірі еді. Дүниені тәрк еткен захид болған. Оның өмірі ғибратқа толы екені күмәнсіз. Жоғарыдағы хадис оның өміріндегі маңызды сәттерден хабар берген. Шамда болған кезінде Расулалланың өмірін үлгі ету керектігі жайлы уағыз насихаттар айтады. Алла жолына ешбір пайдасы тимейтін немесе бір қарыздар кісіге берілуі керек болмаған бір динар, бір дирхамның үйде бір түн тұрмауы керектігін айтады. Мұны орындамағандардың жоғарыдағы аяттың аясына кіретінін айтады. Бұл пікірлерге байланысты баста Шам әкімі Әзірет Муғауия бастаған бір қатар әміршілер тартысқа түседі. Ол пікірінен қайтпайтын табанды жан болатын. Риуаяттарда келгендей Алла разылығы үшін айтқан пікірлеріне қарсы сынап мінегендерден еш қорықпады. Сөйтіп, халық арасында оның бұл пікірлерін құптаушылар пайда бола бастады. Әр жерде сол жайлы сөз етілетін болды. Әскерлер арасында да оны құптаушылар болды. Жоғарыдағы риуаятта берілгендей, ең үлкен тартыс Әзірет Муғауия екеуінің арасында туындады. Ол Муғауияны ысырапшыл деп айыптап, Расулалланың сүннетінен алыстап бара жатқанын айтқан болатын. Әзірет Муғауия халық арасында бүлік туындап кетеме деген қорқынышпен бұл мәселені халифа Әзірет Османға жеткізеді. Әзірет Осман бұл мәселеден бүлік туындап кетер деп Әбу Зарды Мәдинаға алдырады. Алайда Әбу Зардың Мәдинаға келуі мәселені шешпейді. Жоғарыдағы риуаятта да айтылғандай, халық оған үлкен құрмет көрсетіп, көңіл бөле бастайды.
Табаридің айтуынша, айналасына жиналған жұрт оның Шамнан не себепті қайтып келгенін сұрай бастайды. Мұны көрген Әзірет Осман Муғауияның Шам халқына алаңдағандай, Мәдинадағы халық арасында бүлік шыға ма деп алаңдайды. Ибн Батталдың айтуы бойынша, Мәдинада халық айналасына көптеп жиналып, Муғауиямен арасында болған пікір таластың мән жайына байланысты сауал қойғандықтан Әбу Зар да Әзірет Османды ренжітемін бе деген оймен мазасы қашады. Сондықтан Әбу Зар бұл ойын жеткізу үшін Әзірет Османның құзырына барып, халықтың бұрын соңды көрмеген адамдай айналасына жиналып, құрметке бөлегеніне мазасызданатынын айтады. Сонда Әзірет Осман оған: егер бір бүліктің шығуынан қорықсаң, Мәдинаға жақын бір жерге бар, және сонда орналас деп кеңес береді. Осы ұсыныс бойынша Әзірет Әбу Зар шамамен Мәдинаға 15 шақырымдық Рабаза деген ауылға барып орналасады. Әзірет Омар бұл жерді түйелерінің өрісі ретінде қолданған. Кейбір кітаптарда Әбу Зардың Әзірет Осман тарапынан жер аударылғандығы айтылады. Алайда бұл оқиғаға байланысты риуаяттардың барлығын жиып қарағанда, бұл мәселені жер аудару деп қабылдау қиын. Өйткені Әбу Зардың өз ықтиярымен Мәдинадан кеткендігі басымырақ. Кейбірі мынадай: ғалымдар бұл риуаяттан бірнеше үкім шығарған. Олардың кейбірі мынадай: Әбу Зар мен Әзірет Муғауия екеуі де аталмыш аяттың әхіл кітапқа байланысты түскендігін айтқан. Ендеше кәпірлер де шариғаттың әмірлерінен жауапкер болып, сол бойынша есепке тартылатыны білдірілген. Үкімет басшылары ғалымдарға жұмсақ қарым-қатынас жасауы керек. Өйткені Әзірет Муғауия Әбу Зар жайлы шағым түсіргенде, қатал қарым-қатынас жасамай, Әзірет Османға хат жолдаған. Сонда ол Әбу Зардың пікіріне қосылмаса да оған қатаң әрекет жасамаған. Үкіметке қарсы шығуымен бүлік шығарудан сақтану керек, басшыға бағыну керек. Иштихад мәселелерінде пікір талас еркіндігі бар. Жақсылыққа шақырғанда қаталдық танытуға болады, тіпті отаннан алыстатуға тура келсе де. Бүлікті тоқтату пайда табудан маңызды. Өйткені Әбу Зар ілімін тарату үшін Мәдинада қалуы пайдалы болар еді. Бірақ сонда да Әзірет Осман бүлік шығармау үшін Әбу Зардың Рабазаға кетуін қалады. Өйткені Әбу Зар қалатын болса, оның пікірлеріндегі қаталдықтың арты үлкен бүлікке ұласуы мүмкін еді. Умдатул Қарида Айни мына үкімге орын берген. Бұл хадисте пікірталас кезінде әркімнің еркі өзінде екендігіне дәлел бар. Себебі Әзірет Осман мен сахабалардан басқалары Әбу Зардың жеке пікіріне қарсылық жасамады. Ешкім Әбу Зарға сенің осылайша иман етуің дұрыс емес демеді. Өйткені Әбу Зар өз пікірлерін Алла елшісінің хадистеріне негіздеп, сүннеттен дәлелдер келтіретін. Оның келтірген хадистері мынадай еді: менің Ухуд тауындай алтыным болса, 3 динардан басқасының барлығын Алла жолында жұмсайтын едім. Әбу Хурайрамен болған пікірталасында дәлел ретінде мынадай хадисті келтірген: кім алтын мен күміс жинаса, сол арқылы есепке тартылады. Бұл талас-тартыс ілімде пікірталасудың қияметке дейін жалғасатындығын көрсетеді. Мұндай пікір-таластар тек қана ижмақ арқылы жойылады. Бүгінгі таңда теріс пікірлерге бой алдырғандар Әбу Зарды мысалға келтіріп, ислам діні дәулет жинауға, бай болуға қарсы дегенді алға тартады. Олар бұл жерде мәселенің ақиқатын түсінбей қателікке бой алдыруда. Әрине, Әбу Зары сахабалардың ең үлкендерінің қатарына жатады. Алла елшісі сахабаларының тура жолда екендігін айтқаны рас. Алайда ескерілмей қалған бір тұсы бар: Муғауия да, Осман да, Әбу Хурайра да әйгілі сахабалардың қатарына жатады. Әзірет Османның тұсында Әбу Зардың пікіріне қосылмаған көптеген сахабалар бар еді. Міне, осығанда көз жұма қарауға болмайды. Ислам дінінің тағы бір қағидасы сол талас-тартысты мәселелерде көпшіліктің пікірін негізге алу. Ендеше Мұхаммед үмбетінің тура жолы Әзірет Осман мен қолдаушыларының жолы. Әбу Зардың пікірі жеке адамның ойы болғандықтан көпшілік ұстанатын жолға жатпайды. Қалаған адам сол жеке пікірді ұстануына болады. Ешбір адам исламның атынан қарсы шығып, сол жолды таңдағандарға тосқауыл бола алмайды. Сондай-ақ ол жолмен жүргендер де көпшілік ұстанған келесі жолға тыйым сала алмайды, оған құқығы да жоқ. Ислам үмбеті жеке жолдарға емес, көпшілік ұстанатын негізгі кең жолға бағытталады. Дініміз байлықтың зекет, садақа сияқты әмірлері орындалып тұрса, байлыққа қарсылық білдірмейді.